Сәлем достар, қалайсыздар, қал жеріңіз қалай? Менің алғашқы видео блогым сіздерге ұнаған сияқты, енді ары қарай жалғастырамыз. Одан кейін тағы бір круизға барып келдім. Өткенде мен MSC Eurobia кемесінде Дубайда болып келдім. Ол менің 11-ші круизім болған болатын. Ал бұл круизім менің Virginға қайтып келем дедім, 12-ші круизім. Қазір Астанадан мен Стамбул арқылы Парижға ұшам, бір күн Парижда болам. Сосын Париждан Лиссабон арқылы Майамиға ұшам. Осындай ұзақ жол, бірақ енді билетті мен шамаға 300-400 мың теңгеге билет алдым Майамиға дейін. Соның барлығы сондай суммаға шықты. Авалон отелінде бір күн қалам, сол жақта жатам. Майамиға келген күні болды. Қалғанның барлығы маған бұл жолы тағы бір круиз. Virgin'і өткенде Брирлиант Ледиіне барсам, енді Рейзленд Ледиіне барам, сестрасына барам. Басым қисайып, тағы да мен круизға келіп қалдым. Бұл менің 12-ші круизім, өткенде айтқандағыдай. Бұның алдында менде 11-ші круиз өтті, MSC-дан, қазір Virginға қайтадан келдім. Негізі Нұрекеңмен бірге болу керек еді бұл круиз. Нұрлан Қоянбаевпен, бірақ Ирандағы Біріккен Араб әмірлігіндегі жағдайға байланысты ұшақ ұшпай қалды. Сондықтан мен қазір бұл саяхатты өзім өткіземін. Мен Европа арқылы келдім. Кемеде ең бірінші самолеттағыдай кіргеннен кейін бірден осындай нелер көрсетіледі. Кемеде өзіңді қалай ұстау керек, қауіпті жағдайларда қалай болады деген сияқты бұл Virgin'дікі. Ал мен кемеге келісімен бірден өзімнің бөлмемді, заттарымды қоямын. Вообще осы жолы маған өте кең бөлме берілген. Прям мына жерде футбол ойнауға болады, қараңдаршы. Насколько үлкен бөлме. И самый кайф, мынандай үлкен айнасы бар өзінің айнасы бар. И менде всегда мынандай нелер көп болғанын қалаймын. Каждый киімді бір-бірден ілген жақсы көремін. Мына жерде ілгіштер өте көп. И мен қазір каждый киімдерімді ілем. Бұл мен үшін бір жақсы көремін. Мынандай күшті кайфы бар. Мынандай не? Енді іш киімдер салып қоясың, аяқ киімдер қойып қоюға болады. Мынандай шкаф болады, сейф обязательно мен қолданамын всегда. И осындай бөлме осы жолы. Бөлмеге қатты обзор жасамай-ақ қояйын, өткен видеода бар. Осы жолы мен сіздерге ана видеода жоқ нәрселерді көрсетемін, сондықтан да қызықты нәрселер көп болатын сияқты. Маған кемедегі ұнайтын нәрсенің бірі осындай төсектер. Себебі төсектің сапасы, тазалығы, көпшіктердің бар ғой, түр-түрін салады ғой көпшіктердің. Қараңдаршы, мысалы, мынау дизайнерский көпшік. Мысалы, бір кемеде бір адамға неше көпшік қара? 1, 2, 3, 4, 5, 6 көпшік. Сосын жақсысы, мысалы, том қалмас үшін андай плед беріледі, қызыл пледтер. Тоже өзінен дизайнерский ғой, мынау. Әдейі. Пледті жамылып, сыртқа шығып та отырсаңыздар болады. Осындай дүние. Мысалға, мынау стол маған ең қатты ұнайтын нәрсе осы стол. Екінші ұнайтын нәрсе мынау. Жатқан кезде заттарыңды қойып қоя саласың. И зарядка. Айтпақшы, бұл жақта мынандай зарядка, қараңдар, бұл Америкадан сатып алуға болады, мынандай. Басы деген осындай. Короче, адаптер алып аласыздар. И мынандай свиттерін барлығын енді немен аппаратпен қолдансаңыздар да болады. Төсекке тамақ алып келген кезде қойып алып, тамақ ішсеңіздер болады. Приятно да, қандай күшті. Пляжға шығатын орамалдар. Пляжға шыққан кезде осы орамалдарды алуға болады. Сонда біліп жүріңіздер. Такой қосымша шкаф. Мына жерде мына кресло такой, өзімен өзіне отыратын. Пуфиктарының барлығы дизайнерский, сол ұнайды. Тоже бұл ерекше. Заттарының барлығын осылай дайындап қойдым. И Virgin'да бөлмеде су беріледі. Айтпақшы, қараңыздар, мынандай дүниелер тұрады. Бірақ мына жерде бұны сатып алып кетесіздер. Алып кетуге болады, $12 тұрады. Немесе тастап кетсеңіздер болады, осындай. Енді мен мұндайды алмаймын, бұл қызық емес маған. Менің бөлмемнің терезесінің көрінісі осы жолы осындай, қараңыздар. Карнивал кемесі кетіп бара жатыр, ана жерде. Мына жердің иісін айтсаңыздар. Бір қызық нәрсемен бөлісейін, бұны жаңа ғана тауып алдым. Бұл кемедегі ойын. Жалпы көптеген кемелерде, қазір сіздерге көрсетейін, осындай ойын бар. Именно уткаларда кеп тығып кетеді әртүрлі жерлерге.
саяхатшылардың өздері алып келіп тұрады, бұл осындай ойын. И ары қарай тауып алсаңыз, оны өзіңізге қалдырсаңыз болады осындай. Бұны мен Костадан көргенмін, енді бұл ойын Virgin'да да бар екен осындай. Неше түрлі жерге, неше түрлі ойыншықтар, особенно уткалар тұрады, осындай бір дәстүр бұл. Кемеде жүріп бастады, кеме. Атмосферасы. Мөлдіреген жанарың, қиылған қас қабағың, бір өзіңе қарадым, ай, 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 ай. Мөлдіреген жанарың, қиылған қас қабағың, бір өзіңе қарадым, ай, 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 ай. Бұл жолы мен сіздерге Virgin Voyages'тағы өткенде айтпаған, осы жолы тамақтар туралы айтатын боламын. Мейрамханалар таныстырам. Мейрамханаларға Virgin'ның ең керемет деп мен всегда айтамын. Ол неге екенін осы выпускта көретін боласыздар. Как раз мен қазір Pink Agave деп аталынатын мексикандық кухняға келдім. Бірінші броньдайсыңдар, алдын ала, бұл өте важны. It's a Mexican, right? Mexican restaurant, okay. Okay. Yeah. Менюлары қараңыздар, мексикандық меню. Мына қасында бағасы жазылмағанның бәрі тегін деген сөз. Коктейльдер платно всегда, да? Коктейльдер. Вино, коктейль, қарамаймен, енді ол туралы бір бөлек барғандар түсіретін шығар. Мен көбінесе неден бастаймын? Стартерс, медиум платес, основной тамақтар и десерттар. Вообще, миды қатырғың келмесе, сіздерге лайфхак. Телефоннан ChatGPT-ді аласыздар да, ChatGPT-ға меню түсіріп жібересіңдер. Чәкен сразу сендерге айтады, не жеу керек, не жемеу керек, барлығын өзі айтып беретін болады. Вот шығарды. Міне здесь разинан бата, міне Гватемала, мексиканский кабачок. Барлығын берсеңдер бар. Жареная кукуруза, кстати, очень вкусно, очень популярный мексиканской улице. Тунец, авокадо. Основное блюдо обжаренные креветки, очень вкусно, но тоже курица, картофель, бірдеме, что лучше взять. Еще кедес айтады бұл, прикинь. Бұл жерде маған стейк ұнайды, именно осы жердің стейк ұнайды. Сосын уэйктің стейкісі ұнайды, бұрындарға келген бойынша. Основное блюдоға мына жерде фаршированный перец поблано. Yeah, water, please. Жареный полосатый окунь. Бірінші тамағым бұл тіске басар, айтпақшы бұдан бұрын, закускадан бұрын осындай комплиментарийға орех алып келеді, острый, блин, неге екен. Ну, очень вкусно, кстати. Мынау Гватемала. Yes, good evening. Thank you so much. Гватемала, Мексиканың несі тіске басар ғой, и бұл, короче, авокадо, кажется, авокадо, гранатовые зерна, хлопенье ма, солмен, және тортили чипсилармен дайындалмақ. Өткенде бір адам айтады маған, сен тамақты қалай жейтінді көрсетші дейді. Сол запростарына сәйкес тамақты қалай жейтінді көрсетейін. Яғни осы чипсиді алып, авокадо мен арнайы нелерді жағастыр осылай. Шын айтайын ба, очень вкусно. Вот Virgin'да бар ғой. Virgin'ға дым басқа нелерге шықпай, аралдарға шықпай, дым жасамай, тамақ ішіп ұйықтауға келуге болады. Если хочет тамақ ішіп ұйықтауға, Virgin. Это самый лучший вариант. Мына мексиканский кабачок келіп маған қараңыздар. Мексикандық кабачок. Перец хабанеро және молодая картошка. Попробуем кабачок. Кабачок қатты жақсы көрмейтін бай. Вот такой. Ну, болады. Кто островатый, кстати. Ол ащы дәмі бар. Былай болады. Негізі бұл жерде кукуруз бар жареный. Бұрында соны заказ берген. Ол маған ұнады. Осы жолы мен жемеген нәрсемді берем деп берген бұл. Такой бір вау емес. Мана Гватемала классно. Мынау күшті деп айта алмаймын.
маған келді, бұл тамақты бұрын жеп көрдім. Бұл обжаренные креветки, яғни қуырылған креветкалар ма. Молодой картофельмен беріледі. Мен бұл ұнайды маған. Мынандай қараңыз. Очень вкусно. Очень вкусно. Бұны топ, бұны обязательно вы должны пробовать. Мынандай картошка жеп көрдіңдер ме қағанда? Картошка, я. Соусы вкусные. Как жаль, инкрузқа қосылмағандар осын не будет пробовать. Негізгі тамақ келді. Негізгі тамақ менде бүгін. Негізі бұл жердің стейгін жеу үшін келген, бірақ бөлек келерім стейгі жеуге. Стейгі вкусно бұл жердің. Бұрын жегем. Әлі татпаған тамақ жейін деп жатырмын. Бұл бізде пато деп аталынады. Запеченная утка, копченый соус мол, пюре из батата. Самое популярное блюдо. Осы тамақ, мынандай, көрдіңіздер ме? Осындай тамақ. Оны мына неге саласың? Нанға сал, сөйтіп жейсің деп түсіндіріп кетті маған. Утка бірақ бар ғой, не сияқты, езіліп жатыр. Көрейік. Точно утка, мама. Как будто бы десерт чего-то концертный. Ездит. Но вот действительно, что-то необычное жерлерін берсе. Бұл жердің стейка тоже вкусный. Стейк тогда пробуйте, потому что маған ұнайтын стейктердің бірі осы жерде. И мынаны да пробуйте. Это тоже вкусно. Бірақ тамақтардың бәрі кішкене островатый мына жақта. Маған ұнайды мысалы. Сізге қалай. 10 из 10. Тағы бір айтатын дүние, тамақшы болғаннан кейін кетіп қалмаңыз. Негізгі тамақтан кейін сізге барлық ресторандарда қосымша меню алып кіреді. Бұл қосымша менюда десерттер бөлек жазылады, бөлек айтылады, қараңыздар. Мысалға мына жерде десерттердің ішінде не бар? Тамал де шоколад, бұл деген шоколадное тесто, мексиканский шоколад, необычный десерты. Мильхаурус, тамарин, маракуйя, ананас, слоеное тесто. Прикольно, легкий тропический десерт. Үшінші мексиканский шоколад, корица, вареная сгущенка, және соңғысы хлебный пудинг, изюм в роме дейді. Кстати, Virgin'да кола, су, спрайт деген напиткалардың бәрі тегін. Просто заказ бересің, іше бересің. Алкогольный напиток отдельно оплатишь. Хорошо, что на алкоголь пил. Can you recommend which one better? This is. This one. It's okay. Мильходжас деген неге заказ бердім. Тамарин деген не? Маракуйя, ананас, слоеное тесто. Тамарин, растение, өсімдік екен тамарин деген растение. Өсімдік. Индийские растения семейства бобовых. Единственный вид рода тамарин – это тропические дерева, родиной которой является Восточная Африка. Тек қана Мадагаскарда, яғни Восточный неге, Африкада, Мадагаскарда болатын өсімдік. Көрек, оны да көру керек шығармыз. Бір печенье сияқты бірдеме. Жоқ, крем бар арасында. Қараңдар, осындай десек, қараңдар. Слоеное тесто деп жазылып тұрды. О, жана бәсе. Қасықпен не получается? Прикольно, но не 10 из 10.
Шамалы деп те айта алмаймын. Онның 6,5. 6,5. Достар, осымен бұл мейрамханаға обзор аяқталды. Енді басқа мейрамханада көріскенше. Знаете, мен 12-ші круизде жүрмін ғой. Мына жерде қараңыздаршы. Біреу бүйтіп жазып қойыпты. Менің 50-ші круизім. 50-ші круиз бізде, яғни 50-ші круиз былай айтқан кезде, представляете? Елестетіңдерші, 50-ші круиз. Мен миыма сыймай жатыр. It's a good day drink on a board. Яғни бөлмелердің сырттарына осындай жазып қояды адамдар. Мына 50-ші круизі. Кемеде осы көргініш ішінде келуге болады, қараңыздаршы. Просто мен орында болып сезініп көріңіздерші. Қараңдар, бөлмеден шығасың. Майами кетіп баратыр. Сені алда Ямайка, Багама. Сонымен қоса Кайман аралдарын күтіп тұр. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Қайырлы таң, достар, сіздерге кемедегі таң қалай айтады соны көрсетейін деген ойбай суытсап бұл. Кемеде біз қазір мына кеменің мұрны. Мына жақта мен. Дадан! Қараңдар, кайф, кемеде ататын таң. Біз Кайман аралдарына келе жатырмыз, Кайманский острова. Бұл батыс Кариб теңізі ғой. Все, осылай. Аяқты қойып, нені осы неде күшті жатуға болады осылай. Ямайка. Кемеміз енді ғана келіп жатыр, кеме осылай қозғалып жүреді. Вообще инкрузис болмаса, осы Ямайкаға келмейсің де ғой да, қараңдар. О, қандай классная погода. Маған ұнайды, белгісіз бір қалаға келесің, белгісіз бір осындай жерлерге келесің, соны зерттейсің. И прикинь, мына елге қандай экономикасына әсер етеді, қаншама адам келеді мына жаққа. Ямайка, мүлдем білмеймін Ямайканы. Ямайка деген әннен басқа. Jamaica, Jamaica. Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente, sai che mi potevo dissedare presso l'acqua di una fonte. Қайда келдің? Ямайкаға шықпас бұрын осылай таңғы асыңды ішіп алып шығамыз. Себебі таңғы асыңды ішіп алсаң күшті болады, короче. Буфетте былай мынандай немен тапсырысқа заказ беруге болады. Қараңдар, осы тұр ғой, соны бүйтіп көтеріп қойсаң, официант келеді. Келіп сенен сұрайды. Сосын мына QR кодтар міне breakfast деп тұр, lunch деп тұр, ужин деп тұр, сонымен тапсырыс бересің. Мына жерде напиткалардың несі бар, заданиялары бар, нәрселері бар. Бүйтіп қойын ба қызыққа, көрейік келе ме, келмей ме екен. Мен бірақ уже заказ беріп қойдым. Неге айтқан кезде андай специальный тост бар, авокадо, потом какой-то не, короче, таңғы астар сондайларға тапсырыс беріп қойдым. Ол үшін мынандай береді, бір дегенде барып алып кетесің соны. Выбор буфетте өте көп. Мысалға мен басқа кеме компанияларда болып жүрмін ғой. Virgin'да расымен де тәтті жеген келетін болса да, здоровый тамақтар жеген келетін болса да, сосын жаңағы әйтеуір барлығы да бар. Бүйтіп қоясың, содан кейін келе ме, келмей ме тексересің. Good morning, Jose. How are you? Good. Көрдіңдер ма, работает. Буквально 1 минут болған жоқ, 2 минутта максимум официант өтіп баратып көрді. Сен мысалы напиткаларды барып алсаң да болады буфетте, немесе отырып та заказ берсең болады. Мен өзім очередьте тұру деген мен үшін енді бір ойбай нәрсе. Бірақ қараңдар, көрсетемін сендерге, әжептәуір очередьте жоқ. Көрдіңдер ме, мысалы, мына жақта очередь жоқ, ана жақта да очередь жоқ. Мен мысалы мынандай осы жерге заказ бердім. Бұл жақта мынандай авокадо и не дейтін нутелламен дайындап қояды осындайларды. Мысалы, мына жақта нудлстар.
таңмен сорпа ішкің келетін болса, нудлс жегің келетін болса, өзің құрап аласың, ана кісілерге айтып аласың, вот сондай. Манағы напиткаларды осы жерден алсан да болады. Кола, фанта, кока-кола, фреш, каждый напиток әртүрлі лимонад, ананаспен, айси, бәрі бұл жақта включено, яғни бағасына кіреді. Sorry. Мына жақта жұмыртқа, глазурлар заказ бересің, арнайы ше. Мынандай лейс бірдемелер қасына салып береді. Мен мынау бұжырылдадымын, көрдіңдер ме? Бұжырылдап жатыр. Барам. Мына жақта мына мороженыйлар заказ берсем болады. Мына жақта енді өте көп тамақтар бар, басқа да. Основном кәдімгі таңғы менюдің завтрактар бар ғой, солар. Тамақ ішейін деп атам ғой. Сонда жаймен солар қарап алам, жұрттардың тамақтары не жеп жатыр екен деп. Сосын бір әдемі тамақ көріп қалған ғой, соны заказ берем. Иногда сөйтем. Осынан келіп бересің. Thank you so much. Мынау мен заказ берген. Мен отыратын орнынандай көрініспен орын таңдап аласың өзіне. Мені тапсырсым келді, о заказ. Классно. Мынау очень вкусно. Бір байқағаным, қағаз салфеткалар жоқ. Бәрі. Осының тканевый салфеткалар. Потом бұл жерде одноразовый нәрселер қолданбайды. Virginға тек қана тамақ ішуге ғана керек болады. Андай завтракты айтсай. Осы завтракты бөлмеге де беруге болады заказ. Мына кеменің вайбын қараңыздар. Адамдар күшті көрініспен Ямайкаға қарап тамақ ішіп отыр. Бұл жақта джунгли, водопад, басқаша атмосфера қараңыздар. Welcome Jamaica деген сөзін өзін қарасай. Қандай керемет. Кеттік көрейік Жамайканы. Жамайкалатайық достар. Жамайка болса Жамайка. Жамайка болса Жамайка. Достар, біздер реггидің отанына келдік. Боби Мерлидің отаны, конечно, бізді осылайға салватыр. Ресми таксилардың бағаларын көрсетіп тұр, мында қараңдар. Ресми таксилар ондай қымбат емес. Мынандай дүниелер ғой, қараңыздар, осындай дүниелер. Көріп жүрсіздер ғой, Ямайка мына осылардың отаны. Мына Боб Мерлидің фотолары тұр, фотолары тұр. Бір адам қаншалықты бір елдің ықпалын жасай алады, я? Жаңа елді тануға, жаңа елді ашуға осылай шығамыз. Мана анаяқта турлар да болды, бірақ турларды білмеймін, әзірге алғым келген жоқ. ChatGPT айтады, тур алма. Қайоты мен Ямайка аралайын деп жатырмын. Және де менің жүргізушім Раушан. Бірінші баратын локациямыз 1 сағаттық жер, бірақ әдемі жер деп тұр. Сондықтан сол жерге бара жатырмыз қазір. Say hello for my YouTube, yes. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos desbaratada. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Өте керемет оазис, өте керемет. Кеңес беремін мынандай жерлерге келу керек. Кеме саяхатының кайфы осында. Көп адамдар ойлайды, кемеде отырады деп жоқ, міне шығып та жүресің. Басқа жерлер осындай өзің білмейтін жерлерді аралауға мүмкіншілігің болады. Адамдар судан секіріп жатыр. Қалай ойлайсыңдар, мен секірем ба, секірмеймін ба? A few moments later. Водопадтан секірдім, достар. Это было нечто. Кәдімгідей басым айналып. Оны да надо көру керек, кеңес берем, көріңдер. Бұл жаққа келіп тұрып секірмесен тоже болмайды, сондықтан да оны да көруге тура келді.
В общем, өміріме үлкен бір галочка қойдым, водопадтан секірдім деген. Сен де қойып қой сондай галочка. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos. Сезім күшті. Бір бөлек, бір оазиста, бір ерекше жерлерде жүргенде өзін сезінесіз. Миың үшін жаңа бір нейрон талшықтарынан дамып жатқан сияқты, расширение. Кім ойлады Жамайкада осылай жүремін деп. Сондай күшті ощущение. Осылай достар. Жамайкаға қош келдіңіздер. Менімен бірге. Осындай әдемі көйлек киіп алып кетіп бара жатқандардың барлығы бұлар мейрамханаға баратқандар. Мейрамханаға бармайтындар мындай киіммен жүре береді. Негізі осы этиканы сақтаған жақсы. Айтпақшы, мына зона деген туралы бөлек келіп кетем. Ойындар болып жатыр бұл зонада. Мозаика құрып жатыр. Кемеде адам баласы өзіне керек дүниенің барлығын табады, расымен. Бүгін сол туралы роликта көрсететін боламын. Тек қана көп адам мейрамхана дейді, немесе басқа бір развлекательный нәрселер айтады, бірақ ұсақ-түйек детальдарға да мән беру керек. Сондай көптеген детальдарды біздер айтпаймыз. Оларды айту керек, көрсету керек, және де олар туралы сіздерге блогта толығымен айтамын. Осында қараңыздар. Мейрамханаларға всегда резервпен келу керек. Осындай резервпен келу керек, сонда ғана қабылдайды. Резервіңіз болмаса, мейрамханаға сізді қабылдамайды. Сондықтан сіз немесе приложение арқылы алдын ала, болмаса келген уақыттан кейін бір келіп мейрамханаларға алдын ала тіркеліп кетесіз. The Wake деп аталынатын мейрамхана өте ерекше мейрамханалардың бірі. Бұрында мен бірнеше рет болғанмын. Бұл мейрамханаға бірнеше рет келе беруге де болады. Hello. How are you? Good, how are you, sir? I have book 14310. Z. A or C? Z. Is it just for one or for two? Yes, I'm just one. Up next, we've got one pack, please. One pack. Thank you so much. На мейрамхананы қараңдар. Дизайн осындай. Әдемі дизайн, жалпы мейрамханалардың дизайны өте күшті. Свечиларға мән беріңдерші, мысалға. Осындай. Винолар тұрады әдемі немен, ыдыстармен. Вообще мен ішпеймін ғой, сондықтан мен мындай винолар туралы бір алкоголь ішетін адамдар бөлек түсірмесе, мысалға, бұл жақта говорят, ең мықты винный, бір кісіден естіген, Virgin ең мықты винный мейрамхана деп. Қараңыздар, мен жерде көп адамдар отыр, отбасылармен, қызбен жігіт болып, подружкалар, яғни саяхаттаған кезде әртүрлі орта, достар болып саяхаттауға болады. Мейрамхананың жалпы обстановкасын көрсетіп жатырмын сіздерге. Thank you so much. Menu for you, please. Menu. For you, please. Thank you so much. Қараңдар, тамақтар әртүрлі тамақтар, бүйтпейіп түсіріп алайын сіздерге. Осыларға қарап отырып, заказ берем. ChatGPT аман болсын. Тамақ бергенде бірінші стартердан, без ограничений бере берсеңіздер болады. Бірақ та тәртібі былай, стартердан біреу таңдайсыз, негізгі тамақтан біреу таңдайсыз мынадан, гарнир бір неме таңдайсыз, десертке бөлек меню әкеліп береді. Но бірақ мына қараңыздар, мына жерде бір ғана нәрселер бар, үш нәрсе платный, қалғандары бесплатный. Обратите внимание, қалғандары тегін. Стейктер, бұл стейктер жақсы дайындайтын жер, from the grill steak, яғни ең күшті стейктердің барлығы осы жерде. Соны ұмытпаңыздар. Мейнс негізгі тамақтар, мен 3-4 нәрселерді көремін. Сосын бұл жерде ең күшті бір нәрсе бар, бұл кәдімгі мозговые косточки, сүйектің, жіліктің майы, қазақша айтқан кезде. Соны алып жеп көрсеңіздер болады. Yeah, I'm ready. For starters, I think roasted bone marrow. Bone marrow? Yes. It's in my country, it's our national food. Yeah. Bone marrow? Jilekten maya. Gelatin, yeah. It's a very difficult philosophy. Oh, it's amazing. What's this? What means? This is Christian stone dagana gustata. Polenta. Polenta? Which one? Crispy polenta.
Polenta. Polenta onda давай что-то түрі әдемі екен. Polenta. Okay. And the chips in the grits. Cream and beef. And which steak better? So the polenta as well, yeah? Yeah. Polenta, cream and beef, and then for the steak, filet mignon. Huh? Filet mignon. Yeah, I like жирный қалай? I like yeah. Oil. Сейчас. ChatGPT. 1 second. Fatty, well marbled. Fatty steak. I like. Steak, New York. New York. I like fatty steak. What temperature you like? Medium rare, medium well, well done. Well done, I think. Well done. Yeah. Well done. And sides, I think sparge. Asparagus. Yeah. Yeah. And American steak sauce. And American steak sauce. Mama, мен аш деген шығар. Ашпын. Claudia, is your name? Gladys. Gladys? Ашпын мен. I'm hungry. Okay. So how you say that? Ashmin. Sorry? What's that? Ашпын. Ashmin. Ашпын. Tell. I have a bone marrow for appetizer. Cream grits, polenta, New York medium. Well, Yes. sorry, New York well done with American sauce. Uh-huh. And then asparagus on the side. Ашпын. Ашпын, yeah. Thank you so much. You're welcome. Бірден комплимент ретінде осындай thank you so much. Бірден комплимент ретінде осындай не алып келеді. Не мынау нан. Қараңдаршы қандай әдемі нан. И қасына кәдімгі сары май. Өте дәмді май. И ол кәдімгі ұнайды. Қазақтарға ұнайтын мейрамхана деп айтамын. Уэйкті ше. Нан мен майды жеп көрейік бірінші. Просто бір нәрсе ғана ұнамайды бұл жерде. Тамақтардың порциясы өте үлкен алып келеді. Содан обал болады кей тамақтар. Мысалы, менен кейін нанның бәрін жей алмайсың ғой. А ол осы жерде піскен. Нан қараңдар қандай нан. Маған ұнайды сосын мен ойбай нанның жұмсақтығы. Булочка ғой кәдімгі жаңа ғана неден шыққан. Приборлардан осындай алып келеді. Мынау май жағатын нәрсе кей ана. Мен класстастарым бар ғой, сұрайды, соларға айтамын. Обалдеть. Просто нан мен май жеп, басқа дымға заказ бермей кете қалуға болады. Сондай вкусный. Нанның өзі бір тамақ бұл жерде. Мен алып қоямын, потому что қарныма сыймай қалып жүр. Келесі тамақ көрсетемін сәлден кейін. Жіліктің майы, кәдімгі сүйектің майы, сүйек майымен бірге тұрады. Осындай. Бір сүйек алып келеді, екінші неге екеуден алып келмейді, бір кезде екеу алып келген сияқты. Ну, если хотите, вообще можете заказать. Мен ойымша біреу бұның жеткілікті маған алпамыз. Екі мынандай нандарын күшті дайындайды осылай қараңдаршы. Обалына керек нан жетеді и соус мынандай. Давай пробуем. Обязательно комментарий жазыңдар. Жілікті майы кімге ұнайды? Маған ұнайды. Мынандай нанды аласыздар. И ортасына бірдеме айтайын ба? Иісі күшті. Май ғой кәдімгі дейін. Қараңдар. Көріпсіздер ме? Мама. Қаяқтасың, маматай. Арал төбені үске түсірді ғымнау. Қандай дәмді мынау бар ғой. Мен айта алмайым сізбен жеткізіп. Алда стейгін бар екен білмесем осы. Бесеуін заказ жүріп өтін еді. Глупо, асқадан сыймай қалады қазір. Жеуге кеңес беремін. Та-дам! 10-ның 11-і. Polenta. Yeah, this one. And then asparagus. Asparagus. And shrimp and grits.
Aha. Yeah. So this is to your New York with the American. Ашпын мен. Ашпын. Thank you so much. Жанна, мына стейктің түрін қарасай, так как я люблю. Жирный, сочный, американский стейк соуспен аузым сілеке ағып жатыр. Но білмеймін енді бір тамақ көреміз не екенін. Мынау деген не? Чипс, мынау деген спаржа. Не ретінде ғой, гарнир ретінде. Давайте каждый нан пробуйте көрейік. Чуть-чуть сіздерге түсіріп қояйын, чтобы көрініп тұратындай болсын. Коламен запивать етем. Мен кола зеро ішем көбінесе ішті. Вреда аздау. Стейктен жесем, мынаны жей алмай қалам. Давай бірінші стейк емес. А то стейк жесем, все уже. Дальше алпамыз уже поплыл. Поэтому мынаны жейтін болам. I'm blogger. Баған кісілер қарап сұрап отыр да, неге қарап отыр деп. You like this? It's very good. Very good. Yeah, make sure you get some of that crema. Need to make White, yeah. This is Very Nate? good. Okay. There's crema. It's crema. It's very good. Thank you so much. Өте қатты ұнады дейді. Ол чисті өсімдіктен дайындалған, ешқандай нәрсе емес. Вегетарианецтарға стадынан стейк айтқан кезде өте қатты ұнады деп отыр көршім. Обалдеть, как они готовят. Мама! Мамамды еске алмасам, мен еске аламын осындайды. Жетті сағым келіп тұр, бірақ сімей қалады қарным. Блин, обал. Ладно, бәрі сендер үшін мен негізі бұлай заказ бермеймін. Мынау 10-ның 9-ы. 10-ның 9-ы. Не еді? Бұл креветки. Тоже болады такое. Вкусно. 10-ның 8-ы, но ол жаман деген сөз емес. Шикарно, сөзім жоқ. Но стейкті спаржымен. Спаржымен как гарнир ретінде қолданамын. Көбінесе чуть хотя бы бір полезный бірдеме жейінші деп ше арасында. Поэтому спаржаны сразу стейктің қасына қоса салайын. Маған ұнайтыны, Қазақстанда да дайындайды ғой мындай нені стейкпен бірге чеснокты береді. Чеснок бұл стейк несіне піскен, и мына сығасың ба бүйтіп, ішінде чеснок, андай піскен чесноктар шығады. Они очень такой жирные, вкусные. Сен стейгіне әдемі дәм береді бірге жеген кезде. Это первое вообще нәрсе. Екінші, стейкті стейк соусымен жеген жақсы. Тем более мен стейктің сендерден прожаркасын сұраған кезде көп адам білмей жатады деп. Мен мысалға қан жақсы көрмеймін, поэтому well done берем всегда, поэтому солай. Вот, давай, теперь стейк. Это такой самый момент. Десять из 10. 10-ның 10-а. Болды. Стейк до конца жейсің ғой. Стейктен ортасынан тастап кетуге болмайды. Одай менің колам. One cola, don't forget. Okay. Еще чеснок такой вкус берет. Сам по себе стейк очень вкусный. Оно еще жирный и очень хороший піскен, қараңдар. Virginға тек қана тамақ ішу үшін келуге болады. Но гарантированно шыққаннан кейін 5 килограмм строго. I'm blogger and I need eat. I need eating desserts because for my YouTube peoples need I tell about desserts. Which desserts better? Bake the last cup. Huh? Bake the last cup. Which one? Bake the last cup. Okay. That one? Yes, but with tea, please. Қазақтың қара шайымен. With black tea. Yes. Нағыз ғой, мен тамағымды әлі жеген жоқпын. I'm yeah, full.
Where are you from? I'm from Zimbabwe. Adelaide. Very beautiful name, Adelaide. Thank you. Adelaide is from Zimbabwe. Thank you, Adelaide. Мен олай тамақ ішеді деп ойламаңдар. Сендер үшін неге десертке заказ беріп қойдым. Көрейік давай да, десертінде. Осындай десертке тапсырыс бердім, қараңыздар. Пинкаваско, типа сондай аты бар. Сондай неге тапсырыс бердім. I'm blogger. I'm food blogger. It's a blogger. Yeah. Some people in other part of the world are listening what are you doing here. Around the world. Yeah. Yeah. So many followers. Now I have қанша подписчигім бар деп сұрап жатыр менен. I have now 150. You are money. Very good. That's a bit. That's a good. Thank you so much. Where are you from? Argentina. Argentina. Sí. Ah, Go because they eat very well there. Ah. They eat very well. yeah. No, it's okay. Thank you so much. Маған свет түсіріп жатыр. Thank you so much. Мынандай тамақ заказ беріп қойдым, пенаколада. Атты айтып кетті ғой, мына кісілердің алдында ұялмайын деп ше. Маған қазір шай алып келу керек. Шай алып келгеннен кейін еще дәм бірге пробовать ететін боламыз. Олар сұрап жатыр, қаяқтансың деп. Бұл кісілер Аргентинадан келген екен бұл көршілер. Менің шайым келе жатыр, қара шайым. Қара қыз қара шай алып келе жатыр. Thank you so much. Смотрите, шай ішеміз. Шай қазақтың моторы. Шай бұл жақта кола, су, бұның барлығы тегін. Яғни оған сен қосымша ақша төлемейсің, бірақ алкоголь алатын болсан, иә. Мама. Ортасында как будто мороженое сияқты бар, қараңдар. Ортасында как будто мороженое и құрма сияқты бірдемесі бар. Сыртында какой-то соус. Не мынау? Это же вообще десерт оны. Болды, осы жол точно болды. It's not a restaurant, it's a work of art. So amazing, thank you so much. Thank you, mister. Бәріне алғыс, басымды изеп кетем ше. Рахмет айтты, бәріне риза қылдырайыншы. Thank you, miss. Ойбай құлағы, наушнигін шешейші. Thank you so much. It's not a restaurant, it's a work of art. Really? Yeah. Thank you so much. Оларға айттым, бұл ресторан емес, бұл произведение искусства. Қандай әдемі сөйлеймін мен. Қарым тойды. Енді кемеден бір сұмдық билейтін бір жер тауып алам да. Достар, мынандай жерді айтып өтейін, бұл ойын зонасы, қараңдар. Осындай ойындардың түр-түрін жасауға болады, мозаика құруға болады. Мынандай шындықпен тиктоктағы ойындар бар ғой, соларды ойнауға болады, қараңдар. Кісілер мысалға мынандай мозаика ойнап жатыр мына жақта. It's okay. Немесе who is win? Good luck. Әр түрлі, мына жақта біреулер карта ойнап отыр. Мына жақта, мына ойын күшті. Екі адам бір-бірлі. Тиктоктағы барлық ойындар мына жақта бар. Қараңдар. Мына ойын күшті құмға лақтырады. I believe in you all, I love you all, it's great. Here's number 1. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Адамдардың барлығы неше түрлі ойындар ойнап жатыр. Мынандай зона бар, мысалы, мен білмеппін мен. Ого! Еще все бесплатно, мынаған ақша төлемейсіңдер дополнительно. Ой, мынаған біздің кішкентай балдардар, хотя 18+. Марионы қараңдар. Марио. Так, қалай? Все, Марио ойын бітті. Алпамысты жоғалтыңдар. Марио. Так. Мына секретін.
мына секіретін, алға жүретін. Так, мен бір қолына сүттір ойнай алмаймын енді. Давай, кішкене ойнайын. Ай-бай, уже өқіп қалдым, не өркен. Помните, осылай басталатын еді ғой? Давай, қайтадан. Кеттік. Все. Түсінді. Так. Ой, қош. Бір қолмен ойнай алмай тұрмын. She was more like a beauty queen from a movie scene. Поп She was квиз more болып like жатыр a қазір. beauty queen from a Мына movie столдар scene. бір-бірлерімен жарысып жатыр. Прикинь, мына жерде жарысып жатыр. Именно сұраққа жауап беріп, квиз болып жатыр. Квиз ойын болып жатыр. Бәсе бәрі прям вовлечен қараңдар. Вовлечен барлығы. The artist gave the song title Either Rock and Вообще күшті атмосфера. Ішетін адам ішет. Кстати, мына жерден попкорн алу, сосын анандай тәттілер алу бәрі көбі ойлау мүмкін, бұл платный деп. Қыздар, жігіттер вообще абсолютно бесплатно. Мына жерде просто аласың, болды. Сұрайсың, аласың. Мынандай мармеладтар алу барлығы бесплатно. Мына ойындардың түр-түрі болып жатыр. Мына екеуі әлі ойнап жатыр. Күшті зона бұл. Кемедегі ерекше зона. Мысалы, достарымен келген кезде, пожалуйста, мынандай ойын ойна, осындай да ойын ойнауға болады. Мына осылай таңдап аласың. Неше түрлі ойындар бар ғой мына аяқтардан. Каждыйын изучать ету керек. Оған, конечно, бір достармен келген кезде уақыт болса ойнауға болады. Мысалы, кемеде атқаратын нәрселер көп та. Сен осыларды ойнап отпайсың да былай. Кофе туралы өткенде сіздерге айтқан болатынмын. Кофе туралы ол жаққа тоқтамаймын. Әр адам ойнағың келмей ма, пожалуйста. Ан жақта музыкамен мороженое алған. Мороженое good? Yeah, not too bad. Yeah? Мороженое good. Ой, шала. Достар, бүгін мен Extra Virgin деп аталынатын неге келдім, мейрамханаға. Бұл итальяндық мейрамхана кеменің ішіндегі. Осы мейрамханаға келдік. Негізі осылай бүгін бәрі қызыл киіп жүр, себебі бүгін кемеде сондай шара. Ол туралы мен сіздерге өткен шарада айтқан болатын. Осы жолы қолым босап жатса, тоже айтып кетемін сендерге. Мен артында кезек тұр. Просто так кірмейсің мейрамханаларда, үйреніңіздер. Барып кіріп бар, біз сияқты отыра салу жоқ. Келіп кезекті күтесің. Кезек күтпейсің, точнее. Сені алып барады көшедегі хостес, яғни күтіп алып, мына жігіт келе жатыр, осы жігіт алып бару керек. И сені алып барады. It's Italian restaurant, right? It's Italian? Italian. Italiano cucina, signore. Italia. Kazakhstan. Oh, very nice. Kazakhstan. YouTube. Yeah, YouTube. Who is Kazakhstan here? We are Daria and one city. He just left. The one who seated you is It's Kazakhstan. Who is? Yes. Did you notice? This is man? Yeah, this man. Yeah, Kazakhstan. Yeah. I have one more lady. I wanna get you later. Daria. Ау. Жаңа мені алып келген жігіт Қазақстаннан айтпайды ғой, бірақ Қазақстаннанмын деп ше. Орыс жігіт. Өзінше Қазақстан екен айтқысы келмей жүрген шығар. Ладно. Учту. Сонымен бүгін итальяндық ресторандамыз, қыздар, жігіттер. Атмосфера ішінде дизайн өте әдемі. И итальяндық біздер тапсырысқа заказ беретін боламыз. Вы из Казахстана, да, получается? Вы из Казахстана? А что не говорите? Я не знал. Видишь, анау? Ор екенше, айтқысы келмейді өзің Қазақстаннан кейін деп. Айтып жүрмеймін осы жерде Қазақстаннанмын деп. Единственный адам Қазақстаннан бүгін осы кемеде көрген. И то сол үшін біздің паспорт арқылы жұмыс жасап жүрсін, если что. Жақсы қазақтар болса ғой, өзіміздің қазағымыз болса, бана деп. Жандарым, қазақтарым мен. Давай. Итальяндық мейрамханадамыз, чат-GPT арқылы жасаймын мен всегда. Сіздерге де бір лайфхак аламда, менюда просто түсіріп жіберемін. Не миды қатырам, немене миды қатырасың қазір, заман сондай дамыған заман. Так, бұл итальяндық ресторан. Some nice and warm bread for you. Okay. It's bread. It's bread. Yes, just me. It's for you, okay? I'll just come back water for you, okay? Very nice. Нана кетпеді. Знаменитый флоренский стейк 90 күн тұратын дейді. Ол бірақ платно. Давай бесплатно. Классический римская паста. Ага.
Потом насыщенная паста. И если хочешь что-то легкое, это тарелка с деликатесами. Nice and warm bread for you with some little balsamic, okay? Окей. Бұлар қараңдар, вообще біздің кәдімгі сұйық май бар ғой, соны ойбай. Соны осындай май алып келеді, оны осылай жейсіңдер. Вообще оливковый маслоны осылай жеуге болады, біз қазақтар жемейміз ғой. Аласың. Өте дәмді. I'm just not eat pork. No pork. Okay. Yes, not pork and then think it's okay. So I will have the nice and best one for you guys, okay? So this one, we try the mussels is the best option for you. This is the very nice mussels because they cook with like mixed seafood broth. But no pork, yeah? Not pork. But there is a pork inside, I'm sorry. We have the nice salad for you, like Roman salad, okay? Okay. And this one is like a vegan arancini. It's like a, you know... Because do you know, this time I have for YouTube blogger for about foods. I need to show for my followers about foods. Whatever you like, you can order a whole menu, no problem. Не тамақты түгел барлығын берсең де проблема жоқ дейді. Okay. Please. What you find? Which one? I don't know, the Roman salad, arancini. Okay, this is. Күшті. Персоналдары күшті. Баяғы бір кейін Қазақстаннан келген адам ғана өзін Қазақстаннан екен айтпай жүр. Қалғанның барлығы нормально. Қазақ болса айтатын еді, негізі мен ана кемеде, помните, Зарина, Шыңғыстарды, қалай оларда айтқан, біз Қазақстаннан, біз деп кәдімгідей қазақша сөйлеп, ана қыздың өзі талпынып, кәдімгідей бір алыс туысынды көрген сияқты, бір өзіміздің бір сондай бір нәрсеміз бар да, тартатын. Осылай. Бір түрлі оқып қалдым, просто ше жаңа келген кезден. Айтсам да, сен жаңа айтып тұрмын, сен Қазақстаннансың ба десем, дейді да. Бұл жерге күнде келіп жүрген жоқ. Қазақстан адамдары бір қонақ жайлығында таныта салса, оның қасында мына үндістер, итальяндықтар, мына жерде қызмет жасап жүргендер, филиппиндер күшті айтпақшы ше. Жоқ. Деген емес маған. Бір түрлі оқып қаласың, конечно. Мысалы, мына жігіттен, hi, how are you? Hey, I remember you. Jose, Yes. are you okay? Yeah, I'm fine. How about you? You work in night time in here? Yeah, this is my main restaurant. I didn't see you earlier in the galley. Yeah, I eating in other restaurants. Today? Yeah. Yes, today because I'm sleeping all days. Yeah, that's why you didn't eat? Oh my god, this is No, the place you yeah, I'm eating in here today. So, what do you get for today? Yeah? What do you get for appetizer or Sorry? what do you get for appetizer? No? Did you order already? Yeah, I'm ready. Amazing. Thank you so much, Jose. You're welcome. If you need anything else, just call me, okay? May I know your name again, sir? What? Your name again? Alpa. Alpha. Yes, Alpa. You Mr. can short Alpha, Alpa. yeah. Thank you so much. Thank you so much. Enjoy Are you the from Philippines? Yeah, I'm from Philippines. Yes, I'm from Kazakhstan. Enjoy. Enjoy. Күшті адамдар, ше барлығы такой дружелюбный. Вот осындай. Кемедегі адамдар ұнайды, негізі ұнайды. Жалпы 99% маған ұнайды. Я бар араларында көбінесе бір бізге жақын көршілер, сондай жақтар, өз еліміздегі адамдар көп қаласың, бір өзінше болып жүреді. Басқалармен күшті сөйлеседі, бірақ біздің елдің адамдарын көп қалсаң, өздерінше болып қалатындар болады. Ондайларға қарап көңілдерін түсірмеңдер. Никогда. Бүгін итальяндық ресторан жейміз сонымен. What's this? Romanian Brazil salad. And this is a fritto misto. Fritto misto? Our seafood platter. Okay. The green one is basil aioli. Thank you so much. Pleasure and bon appetit. Сонымен тамақтарым келіп бастады. Мынау деген салат ең бірінші, мынандай салат. Енді салат, но бірақ давай пробуем. Бірге пробовать етеміз, қарайық. Қалай? Толық адамдар өзі күшті кейіне болады ше. Ішінде жұмыртқасы бар. Осындай. Мынандай сифуд алып келді. Не ғой? Морепродукты бар. Бұл бәрі стартер бірінші. Стартердан басталады. Мынада мынау не ғой? Тоже морепродукты, тоже вкусно. Не сказал бы, ойбай шли, ойбай керемет. Енді там онын бермеймін, а если по сравнению басқа, но онын 9-ын беретін салат. Морепродуктілер. Мынандай соуспен. Вот это, о май гош. Онын сразу. Бір креветкін жегенен андай хрустящий қылдыр пісірген. Мынандай соус очень вкусный. Видите, очень вкусный соус.
кальмар. Seafood мощный. Virgin'да бір күштісі, мысалға сен айтсан, мен шошқаны жемеймін деп айтып қойсан, бүткіл базасынан көрініп тұрады. Басқа ресторандарға барғанда да жазылып тұрады, что сен шошқаны жемейсің. Или біреулеріңізде болады ғой аллергия, там пиязға аллергия, не знаю, морковқа аллергия, жұмыртқаға аллергия деген сияқты бір рет ескертесің. Одан кейін бүткіл системада ол жазылып тұрады, яғни саған қайталай берудің қажеті жоқ. И саған сразу айтады, мына тамақтарды сізге жеуге кеңес бермеймін, сіздің аллергияңыз болатын тамақтардың ішінен мынау осының ішінде бар деп айтып, құрамында айтады. Мысалы мен кеше бір десертқа заказ беріп жатсам, айтады, жоқ, бұны сізге болмайды. Себебі бұның ішінде шошқаның майынан мармелад жасалынған дейді. И оның өзі күшті ғой. Мен айтамын ғой, внимание қандай, болмайды сізге, кешіріңізші деп қояды еще. Мен айтамын, наоборот, сізге рахмет. It's pasta. Pasta. Bucatini alla carbonara. No pancetta? Pancetta? What is pancetta? Pancetta is like a ham. Ham? Or bacon. Yeah, without bacon. Without bacon. And this is your steak. Medium. I like. Enjoy. Buon appetito. Thank you so much. What does the steak come with? It's like a risotto type thing. I don't know. Because when times I'm search menu, I said, what your recommendation? And the recommendation for me is this steak. Мен тамағыма көршілерім қызығып жатыр. Мына қыз тоже өзі отыр. Өзі саяхаттап жүр. Ол да мынандай үлкен стол көріндер ме? Ана жерде семейный пара отыр. Where are you from? England. England. Where are you from? Kazakhstan. Oh wow. Yeah, you know about Kazakhstan? Yeah. I mean, I've not been, but I know where it is. Now, I'm blogger. I'm blogger. Also, Yes. I'm shooting about the restaurants Virgin now. Yeah, that pasta looks good. Yeah, I want to try. First I want to try pasta. Бірінші пастаны жеп көрейін деп жатыр. Ешқай жерде оқыған жоқ, біреулер ағылшыншаға күшті деп жазып жатады. Мен ағылшыншам негізі шамалы. Бірақ шетелдіктермен сөйлесіп, нанымды тапсырысқа заказ бере аламын. Итальяндық рестораннан паста жеп көрейік. Мама, все уже. 10-11 опять. Amazing pasta, this is amazing. Керемет паста. Біз етпен бірдемемен жеге үйреніп қаламыз ғой, басымнан баланезі. Дым жоқ. Сам по себе бұл не просто немен, сырмен, но оно очень вкусно. Помню, Италияда бір жедік достарыммен, трюфельмен жедім. Сол запомнился. Вот еще один паста такой. Стейк мынандай, мына қараңдар, стейк осындай. Еще оформлениесіне қатты мән береді, байқайсыңдар ма? Мейрамханаларда. Подачи просто әкеліп етті бере салмайды. Прям әдемілейді. Пастадан қалғаны, негіз жегім кеп тұр, шын айтайын. Мынау сыймай қалама деген ойым менде. Еще стартер жеп қойдым мана ше. Жақсы жарет еткен жақсы көрем көрме, етті қалай күйіп піскен. Well done деп аталынады. Ұялмай қызармай, енді стейк жейміз. Стейкқа всегда қосымша мынандай пышақ әкеліп береді. Ойбай. Мынамен жейін деп отыр. Байқадыңдар ма? Мен емес тек қана жалғыз саяхатшылар көп болады кемеден. Өте көп. Жалғыз саяхаттауды қорықпаңдар. Тамақтан жылағыларын сүйіп келетін уақыт. Байқадыңдар ма? Шын айтайын ма? От кайфа. Көзім жасауырақ кетті ғой. Mr. Sake, it's very nice. Amazing. Pasta same, this same. One more please. Cola Zero. Аты сан деп қосған, сәке деп қоямын. 10 деген бағаның 12-сі артығымен. I love pasta. This is steak. Yes, I like well done, but it's very nice. Персоналдар бар ғой, қасына келіп, құттай бала құсап сен қайта жағдайын сұрайды ғой. Вообще күшті нәрсе екен ғой, внимание бөледі ғой. Қалайсың, жағдайың қалай, жақсы жеп жатсың ба? Просто внимание ше. Десерт менюін әкеліп берді уже. Ана тамақтардың мен бәрін жей алған жоқпын. Просто ішім жарылайын деп тұр, шынымды айтайын ба. Десерт
десерт меню бөлек болады. Всегда кетіп қалмадыр, болғаннан кейін десерт менюін сұраңдар, немесе көбінесе өздері әкеліп береді. Virgin'да өздері әкеліп береді. Десертта менюында не бар дейді, ChatGPT ағам айтады. Шоколад оливье ойл кейк, шоколадный торт на оливковом соусе, очень мягкий, насыщенный вкус. Это самый популярный десерт. Итальянский пончито с кремом рикотта. Фогро, очень советую десерт плюс кофе. Шарик джелетто, сверху экспресс. Можете выбрать мороженое. Сорбет, сорбет чигнут тоже, совет как обычно берут. Tiramisu is the best dessert. Okay, tiramisu and two more. Which better? Tiramisu and ricotta bomboloni. Bomboloni, I'll make for you. Okay, and you don't forget about Coke, but not need. For me, black tea please with dessert. Black tea. Yes. Десерттерім келді, жаңағы екі түрлі десерт. Мынау десерт дейді, бірақ қызық. Тирамису күшті деп айтты мынау. Как будто нан сияқты. Прикольно. Но сыртында чистый сахар тұр, сол үшін алып тұрған жоқ. Біреуіне мынаған 10-ның 7-сі. Чистый сахар жей алмаймын. Но тирамису күшті деп айтады. Тирамису вообще французский или итальянский? Очень вкусно. Очень вкусно. Вот тирамису топ 10-ның 9-ы. Сонымен бұл мейрамхана маған ұнады. Сонымен барлығы жақсы. Yeah, thank you so much. Thank you so much, guys. Жалғыз қазақстандық адамы қараған жоқ бір екен, қалғаным бәрі прям риза. Все, тамақ ішіп аласың и сразу пати. Бүгін бәрі қызыл киіп алған, қарады. Бұл туралы сіздерге өткенде айтқанмын. Вау, amazing, very good. Ағам прическасын қараңдар, қандай. Қараңдар, Virgin'да бөлменің бір құпиясы бар. Біріншіден, мына қараңдар, мына қып-қызыл болып тұр, когда ред түні болған кезде осындай балконды қызартып қояды. Яғни, арам ойларымды қоса беріңдер. Бұл күні бөлмелердің барлығы қызыл, шетірлік дүниелердің барлығы дәл осы қызыл жерлерде болуы мүмкін. Сондай нәрсе. Және де мен мынандай бөлмені управлять ететін нені обязательно қолданыңыздар, рум контрольді. Мынандай бөлмені мына басасын, қара. Бөлменің цвет өзгеріп кетті, байқадыңыздар ма? Бөлме қызарып кетті. Осындай. Мынаны бассан, мынандай цвет болады. Бөлменің цвет өзгеріп жатыр. Мынаны бассан қазір, міне зен. Мынандай көк түсті. Такой, видишь, ана несі өзі жабылады. Мынаны бассан, мынандай түсті. Мынаны бассан, мынандай түсті. И мынандай бассан, қызыл түсті. В общем, бөлмені осындай планшетпен управлять етуге болады. Көп адамдар білмей қалып жатады. Сондықтан бұл нәрсені біліп жүріңіздер деп айтқым келеді. Достар, кемедегі спорт туралы айтқым келіп тұр сіздерге. Бұл бөлек тақырып. Қараңыздар, осындай фитнес-клубтар бар. Фитнес-клубтар көп ішінде мына жағын көрсетеді, белый жағы, ақ жағы. Силовой тренировкалар жасайсың, немесе ана жақта айнаға қарап, көріп тұрғандағыдай растяжкалар жасауға болады. Байқадыңыздар ма? Адамдар растяжка жасап жатыр. Мынандай көрініспен фитнес, қазір біздер бүгін айтпақшы Багам аралдарына келдік. Оны бөлек көрсетсем сіздерге. Қолдарын мына жігіттің қолы сияқты болатын болса, онда демалғанда да спортты жасауға ұмытпаңыздар. Сонымен қоса мынандай зал бар. Хореографиямен айналысатындар үшін күшті. Формадан шыққың келмейтін болса, келіп мына планкаға, мынандай неге, мыналарға тұрып дайындалсын болады. Сосын мына жерде міне йога, тағы да басқа дүниелерді айналысуға болатындай осындай арнайы бөлме бар. Барлық керекті атрибуттардың барлығы бар. Қараңыздаршы. Мына бастыққа қоятын дүние, астына жаятын қайындай нәрсе керек. Спортқа соның бәрі бар. Спорттың мына бөлмесіне келе жатырмын.
Міне мынандай шкафчиктер, адамдар жеке заттарын салып кеткен. Кодовый замокпен жеке заттарын салатын шкафчиктер бар. И дизайнерский өте әдемі. Сосын орамалдардың формаларын қараңдаршы, өте удобно. Андай ұзын, мойынға барлық адамдар үшін жасалынған да. Бұл фитнесте мынандай зал. Бұл жақта осы сияқты айналсам мен қазір жүгіру. И дизайнерский өте әдемі. Байқалап қарасаңдар өте әдемі. Тағы бір бөлме топтық дайындықтарға немесе жекеде дайындалсаңыздар болады, мынандай арнайы аяқ киім киіп алып, вело жаттығу постоянно болып тұрады. Өзінің графиктары бар, которые сол жерге енгізіп, кәсіби осы жақта тренерлердің бақылауымен мынандай көріністерге қарап отырып жасайсыздар. Фишкасы сонда. Бақыласаңыздар, қазір адамдар уже біреулер кемеден шығып аралға кетіп бара жатыр, біреулер әлі шыққан жоқ тамақ ішіп жатыр, біреулер ұйықтап жатыр, біреулер біз сияқты спортқа келіп жатыр. Яғни таңдау бар бұл жақта. Достар, кемедегі ең күшті бір жерді көрсетейін бе? Не деп ойлайсыңдар? Бұл туалет. Дадаң деп. Туалет мынандай қараңдар, дизайнерский туалет, фишкасын айтайын ба, қайда? Елестетіңдер, сен қараңдар, мына жерде фото, видео түсірген әдемі екен. Елестетіңдер, мына жерде шаруаңды жасап отырасың. Давайте мен сен болайын қазір. Отырасың. Мына аяққа қарап отырасың. Мына аяққа деген сағаттап отыратын шығарсың, Таңғы асқа мынандай керемет көріністе отырып, неше түрлі бірінші ең айтатын нәрсе, мына столдарға мән беріңдерші, өте әдемі жасалынған. Яғни просто отырасың да, анандай көрініске қарап отырып, тамақ ішесің. Самый главный нәрсе, телефонды зарядтағың келетін болса, қашанда зарядкалайтын жер бар. Мынандай арқылы бет көтеріп қойсаң, официант келіп, егер шведский столдан алып жүргің келмейді десең, осылай отырып тапсырыс бересің, саған дайын тамақта кетіп береді, ол үшін көтеру керексің. Любой жерде кетчуп, майонез, горчица, бұрыш, тұз және қажетті спец тамақтардың барлығы бар. Мысалға, нағам сияқты бетіп отырсаңыздар болады. Егер іште тамақ ішкіңіз келмейтін болса, таңғы асты және дағы сыртта да ішуге мүмкіншіліктеріңіз бар. Тамақтарға тапсырыс бересіздер, міне. Наларды бермейді, бұларды показатель ретінде дайындап қойған. Сіздерге свежий дайындап береді. Авокадомен, нутелламен тәттілер жегіңіз келетін болса, немесе балықпен жегілеріңіз келетін болса, осылай тапсырыс бересіздер. Болмаса, сорпа ішем. Таңертең басым ауырып тұр, сорпа ішем десе, мынандай нудлстар арқылы сорпа ішуге мүмкіншіліктеріңіз бар. April, how are you? Мынандай мына сорпалар ішсеңіздер болады осындай. Hi, how are you? Мынандай міне столдар ұнап тұрмаған. Напитоктар бойынша именно Virgin'да включено. MSC'де не включено. MSC'де завтракта ғана включено. Мында любой уақытта. Қараңдар, мына жақта айс, мұз алсаңдар болады, су ішсеңдер болады. Мына жақта orange juice, апельсиновый, лимонад, ананасовый және айс-ти. Именно колалар, қараңдар, кола, фанта, спрайт және 0% не пиво. Алкогольсіз тоже включено. Оны ескеріңіздер. Мына жақта мен жаңа тапсырыс берген таколарым дайындалып жатыр. Яғни испанский тамақ, тако, мынандай нәрселермен. Міне, бұл жақта тоже таңғы асқа, осыны күштетіп дайындайды. Жеге кеп қалып еді, мен мынауын бұжылдады уже. It's my? Which one? Yes, this one. Мен мынандайға бердім. Необычный тамақ. Оны попробовать етіп көрейін деп. Таңғасқа күшті. Пайдалы қараңдар, авокадо пайдалы, жұмыртқа пайдалы. Общий басқа кісілермен бірге отырып та тамақ ішсем болады мені. Жұмыртқаны шекелей жей аласыздар ма? Мен бір жағы піскен, бір жағы нүкеш жұмыртқаны жей аламын. Не оның емес енді. Шеке жұмыртқаны мен көп жей алмаймын, жей аламын, көп жей алмаймын. Но дамы такой необычный, вкусный, жеуге болады. Оның 8. All day breakfast. Любой уақытта ұйқыдан тұрғанда дайындалынатын таңғы астар бұл жерде. Мынаяқ енді ойбай, тәтті жейтін жердің жұмағы. Мынау керемет нәрсе. Мына ыстық пісіп жатқан круассанлар жегің келе ма? Қалай? Немесе десерттен бір десерт жемесем болмайды енді. Ренжімеңдер. Манағы ойбай деп жатқанның бәрі кетті. Ойбай болмайды. Анау. Hello, how are you? Macy. Macy, give me please one Moses. Yeah, бұлар бере-бере да. That's it? Yes, thank you so much.
Бірақ я заслужил, жүгірдім ғой. Өзім сөйтіп ақтайын. Сосын арықтамай атсам, короче, ренжімеңдер. Это мен көп адам түсінесіңдер ғой, бәріміз сондаймыз ғой, бірақ. Нелер еще тазалап үлгеріп жатыр бүткіл жерді ше. Қараңызшы, қалай тазалап, адамдар келеді дегенше барлық нәрселерді алып кетіп жатыр. Мынандай көріністен отыруды таңдадым. Багамының көк күмбек, ана судың асты көрініп тұрған, ана көк судың ішіне балықтардың шай ішіп отқанын көруге болады. Енді десерттардың ішінде де пайдалы десерттер болады. Содан алып жейін деп жатырмын, шынымен де. Бұл чия білесіздер ғой, пайдалы адам сыпсыз керек, көбінесе шынымен де негізі чия өте пайдалы. Конечно, қаншалықты калорийный екенін білмеймін. Очень вкусно. Мен үйде де чияны қосам, тамақтаға. Чияға 10-нан 10. Келесі бұл не ғой, овсянканы десерт түрінде дайындаған, тоже полезный бір жағынан. Главное, хлебный не алған жоқпын да, нанмен. 10-нан 8. Мына зона енді кофені жақсы көретіндердің жұмағы. Таңертең қатты энергия іштім, бұны қатты энергия ішіп алатын болса, good energy shot. Мен көп кофені фанат емеспін, но кофе іштім. Өте вкусный кофе, действительно өте керемет. Сосын бөлмене кетіп бара жатқан кезде, пожалуйста, құрғол кетпе десең, мына жердегі тамақтардан алып кетсем болады. Оның ішінде әртүрлі десерттер таңдап алсам болады, мынандай греческий йогурт мына жазып қойған қасына, мынандай десерттар, неше түрлі десерттарды бөлмене кетіп бара жатқан кезде, блины пісіріп қойған мына жақта алып кетсеңдер болады дейді. Қалайсыздар, достар? Мен неге шықтым сыртқа? Қазір кемеміз мініп тұр, біздің Virgin Resilient Lady, қараңдар, әдемі көрінеді. Содан біздер Багамаға келдік. Осындай тегін автобус бар, тегін шаттл. Бізді осы жерден пляжға бара жатырмыз, былай айтқанда. Мына аяқты қарасаңдар, қандай әдемі остров. Алойларды қараңдар, қалай өсіп жатыр. Біле ашық аспанда, ей қарындас. Достар, прикинь, Virgin кемесінің өзінің аралы бар. Музыка, тамақ, мына жақта бәрі бесплатно. Біз қазақ тегін нәрсені жақсы көреміз. Мына қараңдар, судың цветін қарасаңдар. Ё-май-ё. Ашале. Мына красотаны көзбен көріп тұрмын ба мен? Ё-май. Бір түсіндіріп айтайын, көп түсіре алмаймын ары қарай. Дым ойлағым келіп тұрған жоқ, демалғым келіп тұр. Біз қазір Багамадамыз. Virgin'нің өзінің жағажайы бар, пляжы бар. Тамақ включено, Wi-Fi включено. Мына құм мен суды көрсеңіздер, сендер онда бүгіннен бастап не мына су, мына құм бар, құм емес бар, ұн сияқты ғой, ұн, как будто. Бірінші рет көріп тұрмын, мынау құм емес қыздар жігіттер, мынау ұн сияқты. Virgin өзінің жағажайының құмы ең әдемі құм деп айтатын еді. Мынау құм емес, мынау қыздар ұн сияқты, ұнтақ кәдімгідей. Қараңдар. Айбай-ай. Мына су бар ғой. Жып-жылы, жып-жұмсақ су. Қой, телефонның бәрін қояйын. Ренжімеңдер. Мына аяқта тусовка басталып жатыр, қараңдар. Біз үшін аз. Шынымды айтайын бар қарай, еш нәрсе жазғым келмей қалды, еш нәрсе істегім келіп тұрған жоқ, просто демалғым келіп тұр, сондықтан да ренжімеңдер. Бұл жерге келу үшін, бұл жерді көру үшін өзіңіз круиз брендап өзіңіз келіңіздер. Маған лайк басып қойыңдар, конечно, комментарий жазыңдар төменге. Мен ары қарай демалайын.
Бүгін Багам аралдарында өте күшті демалдым. Мына көріністі ғана қимайсың ғой, қараш. Шеті мен шегі жоқ, шексіз әлем. Су. Қандай ғажап, ана жақта жаңбыр жауып жатыр. Ана жақта жаңбыр жауып жатыр. Кемені біздер көп текстқа, көп өміріміздегі нелер қолданады да, бірақ осы кемемен саяхаттамайтындар бар ғой. Кемемен саяхаттаңыздар, қыздар, жігіттер. Кемемен өмір толқынында. Кемемен көңіл толқынында. Бұл мейрамхана туралы сіздерге біздер айтқан болатын. Біз өткен бағдарламамызда бұл дәл осы кемеде де бар. Яғни кулинарный эксперимент деп аталынатын мейрамхана, The Kitchen деп аталынады. I'm from Kazakhstan. Okay. Are you now? I know because my roommate from my last contract was from Kazakhstan. Gulshaya was her name. Gulsaya. Yeah. Gulsaya. Oh, interesting. And we call her Gusha because thank you. See you again, guys. Where are you from? I'm from India. India. Келісімен саған мынандай комплимент подаркаға береді. I'm for block. It's need a drink, yes? It is a welcome drink. What is this? It's called the flower. We make it with some hibiscus tea, cinnamon, ginger, honey, and lemon, just to refresh your palate. Oh, it's nice. Thank you. Күшті алкоголь емес, қыздар, жігіттер. Гүлдің сусынынан дайындалған дәм. Жалпы бұл мынандай мейрамхана, экспериментті мейрамхана, тамақтары необычный, ерекше тамақтар дайындайды бұл жерден. Өткенде де Нұрлан Қоянбаев екеуміз осы мейрамханада болғанбыз. Қазір де осы мейрамханада, яғни мына жерде тамақтарды қарауға болады дейді. Эксперимент жасап отырған неше түрлі ерекше тамақтар, екі түрлі мына меню болады. Соны қарауға болады осылай. Ал мына жақта мына негізгі кухня, мейрамхана. Ахой. Бұл жақта барлығы осылай амандасады. Ахой. Мына жақта шеф тамақ дайындайды. Бұл мейрамхана жалпы экспериментті дейді. Интернеттен оқып отырмын, бүйтіп жазылған. Экспериментальный ресторан, где подают дегустационные меню. Блюда идут по очереди, как гастрономические шоу. Представляете? Mushroom, gazpacho, eggs. This is not this is. I'm not eating. I just want to let you know, there's several items that consist of gelatin or pork, mushroom. There's a gelatin. It's a gelatin. Yes, it's a gelatin. Okay, gazpacho. Egg, this yolk is. caviar. It's possible. Scallop without ham. No. This is. Actually, they are the same. The difference is they come with the white Strogan caviar, and this one come with olive oil. So the caviar made by olive oil. Okay, egg. Without ham. Without ham. This is beef. Beef tenderloin. Well done. Well done. Желатин жоқ дейді, себебі желатинда не бар? Шошқаның несі бар екен, соны айтып жатыр. Thank you so much. Thank you so much. Спачыны қараңдар, қандай прикольный ыдыста және өте прикольный дәммен. Білмейтін адамдар үшін гаспачо деген испандық суп, ұлттық суп, салқын түрде беріледі, бірақ салқын түрде беріледі. Очень дәмді. Оны ғой. Иісін айтамын да, қандай керемет. Нанмен бірге беріледі. Бұл жұмыртқа. Прикольно. Икраның дәмін чувствую. Кстати, икра натуральный қосады. Оның 8-і. Ет сияқты түрі бірақ. Сынырау ғылам. Бұл не ғой? Осьминоктың аяғы. Не гребешок, а осьминог. Необычный, вообще необычный тамақтар. Оның 9-і. Ал десертке достар мынандай тапсырыс бердім. Coconut.
клубникамен. No, but then there's Шедевр реально. I can't even cut. Оның оны. Өте ерекшеден. Өте ерекше. Достар, не айтқым келеді? Егер тамақ ішкілеріңіз келетін болса, тамақтың отаны кемелердің ішінде virgin. Бұл жақтың тамағы 10-ның 10-ы. Кейбір тамақтар 11-ге ауысып кетеді. Ал орташа есеппен 10-ның 10-ы. Это лучшая кухня. Даже кейбір жерде мұндай мейрамхана таппай қаласың ғой. Мұндағы мейрамханалар сияқты. Поэтому эксперимент жасап, неше түрлі ерекше тамақтар, особенно стейк, ет жегілеріңіз келетін болса, бұл сіздер келетін мекен. Достар, шексіз мұхит, әлем деген енді керемет, ғажап мекен. Осы мекенді аралау үшін тоқтамаңыздар. Мен мысалға биылға әр айыма жоспарладым. Ең күшті жаңалық. Антарктидаға да осы кеме арқылы круизді брондап қойғанмын, оны бөлек сіздерге көрсететін боламын. Не айтқым келеді? Бұл круизде мен жалғыз өзім болдым. Жалғыз солода саяхаттаудан қорықпаңыздар, шығуға кеңес берем. Сүйіктіңізбен, достарыңызбен, өздеріңізбен, семьяңызбен, ата-анаңызбен, девичник, мальчишник, неше түрлісін жасауға болатын. Бір нәрсе айтқым келеді. Саяхаттау қорықпаңдар. Саяхаттау өмірлеріңізде тұрақты түрде болып тұру керек. Қашанда болуға кеңес берем. Және де айтқым келетін нәрсе, өз өмірлеріңізге саяхатты біреу келіп сіздерге сыйлап бере салмайды. Немесе саяхатты тек қана 60 жасқа, 70 жасқа келгенде ғана шығатын бір роскошь ретінде қоймаңыздар. Саяхат өміріңіздің тұрақты дүниесі болу керек. Ұйқы қалай маңызды, қалай тамақ маңызды. Дәл сол сияқты сіздің дамуыңыз үшін саяхат маңызды. Бүгін бір керемет текст оқығам. Үлкен психологиялық терапияға өтуге мен тепе-тең, яғни саяхатқа шығып келсең, ойын жинақталып, басқа әлем көріп, бір саяхат бір кітаппен тең деген сөзді де бекер айтпайды. Сондықтан да саяхаттаңыздар, және де менің блогыма Шаримов Лайфқа лайк басыңдар, ескерту батырмасын басып қойыңдар келесі бағдарламаны жіберіп алмас үшін. Және де міндетті түрде комментарий жазып кетіңдер, себебі пікір жазып кетсеңіздер, бұл ары қарай қазақ тілді контенттарды қолдау үшін, осындай тақырыптағы контенттарды қолдау үшін қажетті болатын болады. Сондықтан да пікір жазыңыздар, ссылканы сілтемені таныстарыңызға жіберіңіздер, және де саяхаттаңыздар, достар. Sharimov Life.